Еланаташылы, құрметті Евразия университетінің ұжымы, ғалымдар, азаматтар, ғалымдар, тоғызқұмалақтың әлемдік өркениетке қазақ қосқан жарқын үлесінің бірі екені сөзсіз. Әлемдік мәдениетке қосқан үлесімізді айтатын болсақ, соның ішінде тоғызқұмалақтың орны бөлек. Ал тоғызқұмалақ әрине бір жағынан ғасырлар бойы ұшқыр ойдың жарысы болса, екінші жағынан ғасырлар бойы бұл тәрбие құралы болды. Сол себептен де болар тоғызқұмалақтың әр кезінде дамуына қазақтың ұлы ойшылдары өз үлестерін қосты. Ұлы Абай өзінің маңайындағы шәкірттеріне тоғызқұмалақ оқытты. Ал енді советтік идеологияның қысымымен тоғызқұмалақтың дәстүрі үзіліп бара жатқан кезде 40-шы жылдардың аяғында осы тоғызқұмалақта қайтадан жандануының басы қасында ұлы Мұхтар Әуезов болды. Сол себептен де бүгін тоғызқұмалақтың дамуының жаңа деңгейінде істің бір бағытының басы қасында осы Евразия ұлттық университеті Ерлан Батташұлы осы жас біздің жеткіншектердің тұруы да бір заңдылық деп түсінеді. Яғни бұл университет тек қана өзі бір белгілі мамандық бойынша ғана білім беру ордасы, қазақтың жетекші білім беру ордасы ғана емес, сонымен қатар қазақтың үлкен мәдени мұрасын да жаңғыртып, жаңа деңгейге көтеруге үлес қосып отыр. Оның өзі және күлтегін атриумында өтуінде де бір сабақтастық бар секілді. Сонау күлтегіндер заманында да тоғызқұмалақ ойнағаны сөзсіз. Ал осы тоғызқұмалақ соңғы 15-20 жылдың ішінде едәуір дамыды. Соған бір дәлел біз қазір 2008-ден бастап дүниежүзілік федерация құрып, 4 әлем чемпионатын өткіздік. Сол 4 әлем чемпионатында 25 елден астам елдерден жарысқа қатысушылар келіп, біздің ұлттық ойынымызды әлемде насихаттады. Анау арғы шеті сонау Колумбиядағы бір азаматтар өз елдерінде тоғызқұмалақтан жарыстар өткізуде. Антигуа Барбудада Канаданың бір азаматы eGameCenter.com деген үлкен сайт бар, әлемдік зияткерлік ойындардың басын біріктірген. Сол сайтта осыдан 10 жыл бұрын өз бетімен тоғызқұмалақты қосып, сол сайттың ішіндегі зияткерлік ойындар арасында тоғызқұмалақ қазір ең көп ойналатын спорт түрі. Сонымен бірге әрине заман талабына сай бізді тоғызқұмалақты насихаттауды жаңа деңгейге, жаңа технологиялармен көтеруіміз керек. Осы бағытта бірінші кезекте қолға алатын дүние ол ақпараттық жүйелер арқылы, веб-сайттар арқылы бір мүмкіндік болса, екіншіден қалтаға салып жүретін қалта фондары арқылы ойнау мүмкіндігі, насихаттау мүмкіндігі, зерттеу мүмкіндігі. Өздеріңіз білесіздер, осы бағытта Android жүйесінде негізделген бір бағдарлама жасалды. Оны Ернар Шамбаев деген азаматтың басшылығымен мұнда тұрған әлем чемпионы Серік Ақтаев бар, барлығы бірлесіп. Бірақ одан да көп маңызды қазір iOS жүйесіне негізделген бағдарламаны осы сіздердің университет ұжымы Ерекеңнің тікелей тапсырмасымен, факультет басшылығынан қолдауымен міне жас біздің жеткіншектер жасап шығарды. Мен тоғызқұмалақ қауымдастығының атынан бірінші кезекте осы жас азаматтарға шын жүректен алғысымды білдіріп келеді. Көп жасаңыз. Осы екеуі ме? Осы екеуі ме? Осы екеуі деканымыз келіңіз деп. Сіздерге көп рахмет. Біз жаңа Ерекеңмен келісіп, осы университетпен Дүниежүзілік федерацияның арасындағы келісімге сәйкес сіздердің факультетті тоғызқұмалақтың электронды нұсқаларын дамыту орталығы қылып федерация тарапынан мойындасақ дейміз. Сол бастаманы Ерекең қолдады, құтты болсын сіздерге. Әрі қарай бірлесіп жұмыс жасаймыз. Екіншіден, мына осы бағдарламаны жасаған азаматтарды тағы бір марапаттаудың жолын Ерекең айтты. Шілденің ортасында, Алла қаласа, Португалия қаласында
осы зияткерлік ойындардың бағдарламаларының арасындағы әлем чемпионаты болады. Бұған дейін біз Android жүйесіне негізделген бағдарламалар бірнеше рет қатысқан Қазақстанның, олар әлем чемпионы болған. Сондықтан мені ректорларыңыз сіздерді сол шілденің ортасында болатын әлем чемпионатына жіберу туралы шешім қабылдады. Ол да құтты болсын. Әлем чемпионатында жеңіске жетіп қайтыңыздар. Ал бірақ бір біздің ортақ ұранымызды айтқым келеді. Тоғызқұмалақтың кез келген жарысында біздің айтатынымыз, бұл жарыстарда жеңімпаздар бар, бірақ ұтылатын, жеңілетін ешкім жоқ. Себебі жарысқа қатысудың өзімен-ақ, тоғызқұмалақпен айналысудың өзімен-ақ әр азамат біздің ұлттық мұрамыздың жаңғыруына, жаңа деңгейге көтерілуіне, әлемге қазақтың мәдениетін паш етуге өз үлестерін қосып жүр. Сол себептен де сіздерге осы ерен еңбектеріңіз үшін шын жүректен алғысымды білдіргім келеді. Ал осы істің бәрі сіздердің университеттерде жүріп жатыр. Ерекеңді біздің ұлттық мәдениеттің, руханияттың жанашыры ретінде ежелден білеміз. Сол осы еңбектің барлығын үйлестіруші ретінде біз таяуда ғана әлі сиясы кетпеген шешім, таяуда ғана тоғызқұмалаққа қосқан үлесі үшін деген төсбелгіні енгізген болатынбыз. Соны ең алғашқыларының бірі болып, Евразия ұлттық университетінің ректоры Ерлан Бақташұлына тапсыруға рұқсат етіңіз.